ойбай Бека, Назеркенің көйлегі әдемі дейсің ба? Оның Назеркенің үстіне менің көйлегім ғой, ты чё? Кеше сұрап қоймай қойған, киетін ешнәрсем жоқ деп мен оған бере тұрған. Менің көйлегім ол, иә. Оның бетінің бәрі макияж ғой. Макияжын шешіп тастаса түрі бір түрлі болып қалады, беті укры. Мен, например, бүкіл тамақты істеймін ше, бешбармақ, манты, қуырдақ, мен негізі бәрін істеймін. Назерке вообще еш нәрсе істей алмайды ғой. Күнде доширак жей береді, еще тамақ заказ береді ғой, ля. Бека менде Назеркенің жаман суреті бар. Азында ұйықтан тұрған кезде фотоға түсіріп алған ғой. Наңғарсай, позор, қарасай. Қанша болды? 550. Мен сізге 500 грамм дедім ғой. Алмаймын мен 550. Қайттан есептеп, қайттан салып беріңіз. 500 грамм ровно, иә. Аға, мен таксиді двордың ішіне шақырдым ғой. Неге ана көшенің ортасына барып тұрып алғансыз? Мен шақырған жерге келіңіз, а то қазір отменить тастаймын. Служба поддержкаға жалоба жіберемін одан кейін. Девушка, мына спрей қанша тұрады? 35 000 теңге. Ойбай, алмаймын, конечно. 35 000 теңге. Өліндерім ақшадан сонша. Қарызға ақша берші дейсің ба? Негізі, шынымды айтсам, ақша жоқ емес, бар менде. Ақшам бар. Бірақ қарызға бермеймін принципиально. Неге десең, одан кейін алып аласыңдар да қайтармай жүресіңдер, сосын жүреді екен ғой арттарынан мал болып. Ойбай, ақшамды қайтаршы деп жоқ. Лучше қарызға бермей-ақ қойын, өйстіп нормально отношениеде қала берейік, иә? Ренжіме, иә? Мен семірген ба, қараш, семіріп баратқан сияқтымын, иә? Иә, кішкене масса қосып, семірген ба, не сонда? Быттиып баратсың, иә? Давай онда. Ей, не болды? Қой. Тоқта. Ойбай, наға не болып қалды? Таксимен қайтуға 1000 теңге жетпей жатыр. 1000 теңге берші, потом саған қайтарам. Қойшы бар, автобуспен ақ қайта берсеш бір. Серьезно ма? Все, давай онда. Ойбай, тоқта. Тоқта. Не, алшы, тоқта. Суши жеуге барайықшы, суши жеуге. Қойшы, суши жемей қойшы, нормальный тамақ жейікші. Суши жейікші, көп жемеген мен. Жемейміз қойшы, нормальный тамақ. Давай. Не болды? Суши ма? Әкел сушini жеме. Тоқта, суши. Тоқтасай. Мен ужастик көремін. Кеттік ужастикке кіреміз. Жоқ, мен басқа нәрсе көрейікші, нормально, қазақша бір нәрсе. Ужастикке кірейікші. Қорқынышты, көрмеймін онда. Давай. Жарайды. Қандай көресің? Ужастик қандай? Көрейікші? Болды, бергел. Ал, ана үстіңдегі пиджакты қай жақтан алдың дейсің ба? Короче, бір инстаграмда күшті магазин бар, мен саған потом жіберемін, сен де тура осыны сатып ал, екеуміз бірдей қылып киіп жүреміз, қарашы. Серьезно, жігітің саған Дубайға тура алып берді ма? Бірге барайық деп отыр ма? Классно, күшті. Бар, конечно, пляжға түсіп, купальники фотоға түсіп, маған обязательно сувенир алып кел, хорошо? Кім айтты сен семіріп кеткен деп? Кән бері қараш, айналышты. Нормально, сен фигураң әп-әдемі күшті, прям айта береді ол жұрттардың бәрін тыңдама. Не киін келсе де кие бер, өзіңе жарасып тұр. Білемін ғой, мен әп-әдемі болып тұрсың. Жұрттың сөзіне қарамашы, вообще семірген жоқсың, нормально сенің фигураң. Мына суретті инстаграмға салайын деген ғой, бірақ сенің көзің жұмылып қапты. Давай екеуміз де әдемі болып түсейікші, екеуміз де әдемі болып түскеннен кейін потом инстаграмға салайын, иә? Привет, Макс! Привет, Бека! Привет, Назерке! Привет! Мадина, қыз басың, мен мына жақта шашырып отырсың ғой, жинастырып өтпейсің, қыз баласың ғой, ана жігіттерден ұят болады ғой. Сөйтіп айта бер, сөйтіп квестке орындар ма? Мен де болдым ғой ол квестте, мен де айтайын ба? Макс айтып жатыр ғой, сен айтпай қойшы, аузын жауып отыра берші. Макс күшті айтады, әңгімелерді айтпай қойшы. Сөйтіп айта бер, Фу, нені шығып жатыр? Мадина, сенің есің ба? Сен новый духин ба? Фу, киіп кеткен майдың есі шығады екен, фу, сеппей қойшы онда. Сезіп жатсыңдар ма? Духинның есі сасып жатыр. Екеуміз бірге барып бірдей қылып сатып алған жоқпыз ба? Осы духин неге ұрыңдап отырсың? Неге телефонға алмайсың? Жеттің ба үйіңе? Уайымдап жатырмын ғой мен мына жақта. Мына қыз кім инстаграмдағы? Подписаться етіп қойыпсың ғой, мен танымаймын мына қызды, кім бұл? Басқа қыздармен тикток түсіріп салмай-ақ қойшы мақма. Менімен түсіре берсей, не істейсің басқа қыздарды? Өтініш, Назеркемен араласпай-ақ қойшы, соғыс Назерке маған кім ұнамайды бар ғой, мен араласпаймын, сен де араласпа мақма. Алло, мен саған жазып жатырмын, неге жауап қайтармайсың? Андай көзіңді шіле, андай қап-қарақ боямаш, бір түрлі көрінеді екен. Кел, сүрт жүрем, кел. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Маған тоналка керек еді, жақсы бір тоналка болса. Қараңызшы, ана жақта бір ең мықты тоналка бар. Бағасы 45 000 теңге. Прям күшті тоналка. Я вам советую. Аласыз ба? Еще бізде тағы да новинкалар бар. Ана жақта көріп тұрсыз ба? Маска, шашқа арналған, шашыңызды күшті қылады, тоже новинка, кеше ғана келді. Әлі шығарған жоқпыз, бірінші болып аласыз. Аласыз ба? Жарайды. Еще қараңыз.
ана жақта тоже маска, бірақ уже бетке, беттің маскасы да, бетіңізді әдемі қылады, увлажнять қылады, андай күшті, прям бетіңіз бөпенікіндей болып қалады. Аласыз ба? Я, аламын, мақұл, хорошо. Сізден 150 000 теңге. Құтты болсын покупкаңызбен. Рахмет.